Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге алма және банан қосылған галета жасап көрсетемін. Ол үшін қажетті ингредиенттер: 2 алма, банан, ұн, сары май, су, қант және тұз, корица, крахмал. Мен описаниеде көрсетемін. Кеттік жасайық. Бірінші ұнды осылай ұнтақтап өткіземіз. Сол кезде біздің қамырымыз өте әдемі, эластичный, жұмсақ болып шығады. Енді достар, менің YouTube каналыма жазылып кетіңіздер, колокольчикті басып қойыңыздар. Мен күнделікті жаңа рецепттермен бөлісемін, соны көріп отырасыздар. Біздің ұнымыз дайын болды. Енді оның үстіне разрыхлитель, тұз саламыз және жаңағы сары майымыз бен суымызды газға ерітіп, осылай сұйықтық жасап аламыз бірге. Соны ұнымыздың үстіне құямыз. Сөйтіп жақсылап бірінші қасықпен араластырамыз. Өйткені жаңағы май қосылған су қоспасы сәл ыстықтау болады. Осылай жақсылап араластырып, әрі қарай қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Жұмсақ, әрі қолға жабыспайтын әдемі қамыр шығады. Әрі қарай қамырымызды мешокқа салып, жарты сағатқа комнатный температурада ұстап қойып қоямыз. Осылайша қамырымыз жақсы қанып, бізде әдемі қамыр пайда болады. Әрі қарай начинкасына көшейік. Алманы жақсылап, бірдей қылып, жұқалап, әдемілеп тураймыз. Алмамызды болған соң, бананды тура солай етіп, бірдей қылып тураймыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымызды әдемілеп жаямыз, дөңгелек етіп жаямыз. Примерно 3 сантиметрдей болу керек қалыңдығы. Қамырымыз дайын болғаннан кейін корица, қант және крахмал қоспаларын жасып қоям. Әдемілеп араластырып, қамырдың бетіне осылай орта жағына қарай бірдей қылып жайып шығамыз. Оның үстіне алмаларды осылайша орналастырамыз. Оның үстіне банандарды орналастырамыз. Бұл жерде тек алма, банан емес, өзіңіздің жақсы көретін жемістеріңізді қойып жасасаңыздар болады. Менде осындай өте әдемі галета шықты. Енді қазір піскесін дәмін көреміз. Сосын қалған жаңағы корица, крахмал, қант үшеуін қоспасын үстіне кішкене аздап осылайша сеуіп қоямыз. Пешке 180 градуста 25-30 минутта шеті қызарғанша қараймыз. Міне бізде галетамыз дайын болды. Өте дәмді шықты. Қалағанша осылай әсемдейсіз. Достар, енді шаймен өте күшті ұнады бізге. Бірден балдар да өзіміз отбасымызбен күштілеп шай іштік. Өте дәмді шықты. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Іші начинкасы мен қамыр өте сочный, өте дәмді болып шықты. Достар, сіздерге бүгінгі жасаған галетам ұнаса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Айгерім.